Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде заңгер кеңесі. Студиядан мен Талант Айымбетов. Хабардың бүгінгі шығарылымына арқау болған сауалдар мен тақырыптар. Мен жуырда бөпелі болмақпын. Жүктілік мерзімім 6 ай. Бірінші рет бұл жағдайды бастан кешіріп отырғандықтан декретный отпуск туралы жалпы жұмысыма қатысты заңдылықтарды білгім келеді. Қазалы ауданынан Сатпай есімді азаматтан мына сұрақ телефон арқылы жазылып алынды. Онда ол өзінің 3-ші топ мүгедек екенін, жұмыс барысында іссапарға жиі шығатынын, жол жүру денсаулығына кері әсер етіп жатқанын айтқан. Сен өз құқыңды білесің бе, заңға жүгінесің бе? Міне осы сауалды бірнеше қызылордалыққа қойған едік. А у нас есть вообще права? У нас обязанности. Мен білімді ойлаймын. Алдымен бәріміз үшін маңызды шара жөнінде бірер сөз айтып өтейік. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша заң жобасына жаңадан түзетулер енгізілді. Енді жұмыс берушілердің қорға бөлетін сомаларын келесі мөлшерде белгілеу ұсынылды. 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап бөлген соманы есептеу нысанынан 1%, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап бөлген соманы есептеу нысанынан 1,5%, әрі қарай 2 және 3% болып жалғаса береді. Бұл тұста мемлекет жарналарының көлемі жыл сайын сәйкес қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленетін болады. Жалпы заң жобасының жүзеге асырылуының арқасында республикалық бюджет шығындары қысқарады деді өз кезегінде денсаулық сақтау министрі Біртанов. Еске салайық, биыл 1 шілдеден бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізіледі. Біздің хабарда әрбір сауалға міндетті түрде заңгердің жауабы бар. Содан болар соғылған телефон қоңырауы мен келіп түсіп жатқан сұрақтар көп. Электронды поштаға түскен бір сауалға кезек берелік. Мен жуырда бөпелі болмақпын. Жүктілік мерзімім 6 ай. Бірінші рет бұл жағдайды бастан кешіріп отырғандықтан декретный отпуск туралы жалпы жұмысыма қатысты заңдылықтарды білгім келеді дейді Мәдина есімді келіншек. Бұл сауалға осы салада тәжірибесі мол Нұргүл Өтегенова есімді заңгер жауап бермек. Босануға дейінгі 70 күн беріледі, 70 күнтізбелік күн, және босанғаннан кейін 56 күн беріледі. Егер бұл босану қиын жағдайда болса, немесе одан да көп бала босанған жағдайда, бұл 70 күнге дейін созылады. Ескертетінім осы жаңағы үйде отырған кісілерге, яғни жұмысқа түсетін ойларыңыз болса, бір ай бұрын ескерту керек жұмыс берушіні, одан кейін бұл кісілер жұмысқа түсуге өздерінің толық құқықтары бар. Қазалы ауданынан Сатпай есімді азаматтан мына сұрақ телефон арқылы жазылып алынды. Онда ол өзінің 3-ші топ мүгедек екенін, жұмыс барысында іссапарға жиі шығатынын, жол жүру денсаулығына кері әсер етіп жатқанын айтқан. Және іссапарға шықпаймын деп айтсам, заңға томпақ келмей ме деп сұрақ береді. Бұл сауалды да біз заңгер Нұргүл Өтегеноваға жолдадық. Жауабы мынадай. 127 бапта көрсетілген 18 жасқа толмаған жұмыскерлер, жүкті әйелдер және мүгедек кісілерге медициналық қорытынды бойынша жұмыс істеуге рұқсат берілген болса, сапарға жіберіледі. Ал бірақ бұл кісілер құқықтары бар сапардан бас тартуға. Жылдам хабар тарататын телевизия саласына қызығатындар баршылық. Сондай жанның бірі өзінің жеке телевидениесін ашқысы келеді екен. Менің бір сұрағым бар еді, телерадио қызметімен айналысатын бір бизнес ашсам ба деп ойлаймын. Сол бизнес ашу үшін қандай құжаттар керек, соны білгім келеді. Сосын және де жаңағы телерадио компаниясына айналысатын қызметімен лицензияны алу жолдарын айтып берсе деп ойлаймын. Әлбетте болады. Ол үшін қажетті құжаттар мен жалпы әрекет алгоритмі турасында. Қазақстан Республикасының ақпарат және коммуникациялар министрлігінің байланыс ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдарының саласындағы мемлекеттік бақылау қызметін телерадио каналдарын тіркеу жөніндегі қызметі лицензиялау жүзеге асыру бойынша лицензиялау болып табылады. Лицензия демекші, ең алғаш коммерциялық телехабарлар таратуға лицензия 1941 жылы берілген екен. Ал 1928 жылы ақпан айының аяғында Вашингтонда Чарльз Дженкинс лабораториясы тұңғыш телевизиялық лицензияға қол жеткізіпті. Телевидение тарихы қызық. Бұл электронды ақпарат құралы бір орында тұрмайды.
сәт сайын даму үстінде. Бүгінде әрбір үйде 120-дан астам телеканал көрсететін мүмкіндік бар. Ақыры тақырып телевизия саласына ауысқандықтан облыстағы ақпарат тарату жүйесі жөнінде Қазтелерадионың өкілімен тілдескен едік. 120-ға дейін каналға дейін келіп тұр. Республика бойынша бірінші бестікте. Бізде өзі 60 станция болатын. 60 елді мекенде. Сол 60 елді мекеннің 29 станцияның цифрлық сандық эфирлік станцияға ауысу үшін сол елді мекендерді сол цифрмен қамтамасыз етеміз. Қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінен медиация сөзі түспейді. Медиациялық тәртіптің мақсаты тараптардың шиеленіс деңгейін төмендету және даудың екі жақтыда қанағаттандыратын шешіміне қол жеткізу. Ал артықшылықтары тараптар уақытын үнемдейді, себебі сот рәсіміне қарағанда бұл рәсім әлдеқайда қысқа. Мемлекеттік баж салығы төленбейді және адвокаттың қымбат тұратын қызметі керек емес. Бейне көрініс бере кетейік. Шаруаларың қалай? Алашақтар, өткендегі алашақтарыңды алдыңдар ма? Алдық, алашағымызды алып алдым. Шаруам тез бітті ғой? Сәуле арқылы медиация бар деп кеңес берген, сөйтіп медиацияға барып, шаруамды тез шешіріп алдым. Мен де естігем телевизорден медиатор дегенді. Негізі ол өмір болған үшін керек екен. Жай жүрсіз ба? Шаруаларыңыз қалай? Жай жүру ғой да. Өткендегі істі сотқа бергенмін. Соны күтіп жүргенме 1-2 айдың көлемі болды. Солай болады енді. Сонда шаршатады сот деген. Медиация деген бар дейді ғой. Соттан гөрі тезірек шаруаңызды шешеді. Ертеңнен бастап мен сол медиациямен жолығуға тырысайын. Заңгерлерден сұрастырыңыз жолын. Медиацияда уақыт үнемделеді, ақшасы қаражат үнемделеді, тағы. Сосын медиацияда бір айырмашылығы соттан басқа нелерден, дауды қарайтын мекемелерден. Айырмашылығы медиацияда тараптар өздері шешім қабылдайды. Медиатор оларға ықпалын тигізеді, көмегін тигізеді. Даудан шығу жолдарына қалай ыңғайлысы. Сен өз құқыңды білесің бе, заңға жүгінесің бе? Міне осы сауалды бірнеше қызылордалыққа қойған едік. А у нас есть вообще права? У нас обязанности. Мен білімді ойлаймын. Мысалы, өзіңізді құқыңызды қорғай аласыз ба? Қорғай алам. Мен өзіме керек болса, өз заңымды тауып аламын ғой. Вы свои права хорошо знаете? Не всегда. Сіз шалған қоңыраумен жазған хат қараусыз, назарсыз қалмайды. Хабардың әрбір шығарылымында тиісті орындар мен кәсіби заңгерлерден жауабын алып, міндетті түрде беретін боламыз. Хабарласыңыздар, байланыс телефонын, электронды поштаны экраннан көріп отырсыздар, заңгер кеңесін көріңіздер, соңғы өзгерістерден құлағдар болыңыздар, өз құқыңызды біле жүріңіздер. Ал мен сіздермен хабарымыздың келесі шығарылымына дейін қоштасамын, төңірегіміз түгел, заңымыз үстем болсын ағайын.